Кетай, так вот бермісі. Жарайды, кел отыр. Берке мен Аю және кәсіп деген. Берке Аю қалай дүкен ашты? Наурыз айы келіп, орманды қаласы жасылға боянды. Бұл қалада көп деген аңдар, құстар мен жәндіктер тату-тәтті өмір сүреді. Орманда тұрғындары шуақты көктемді қуанышпен қарсы алып жатты. Солардың бірі барлық аюлар секілді 4 ай ұйқыға кетіп, көктемде ойнайтын Берке Аю мен оның жанұясы. Олар да апандарынан шығып, табиғатқа таң-тамаша болысып жатты. Ұзақ ұйқыдан сергек оянған Берке Аю жанұясымен бірге тау басында ермей қалған қармен ойнап, көңіл көтерді. Ертесінде бала аюлардың тамақтары ісіп, ауырып қалады. Берке Аю тез арада ормандының дәрігері Тоқылдақты іздеуге аттанады. Тоқылдақ дәрігерді тұрғындар орман санитары деп атайды. Себебі Тоқылдақ құс орман ағаштарын кеміргіш зиянкес құрттармен күреседі. Берке Аю Тоқылдақ дәрігердің үйіне асыға үсіге жетіп, жағдайды түсіндіреді. Сонда Тоқылдақ: «Таңқурай қосылған ыстық шай мен ыстық сүт бер» деді. Берке Аю дәрігердің айтқандарын іздеуге кірісті. Қарт кірпіге барып таңқурай сұрағанда: «Берке мырза, біздің таңқурайымыз қыста таусылған» деді. Содан Берке Аю сиырға барып сүт сұрайды. Ол да аюды құр қол қайтарды. Берке Аю үйіне көңілсіз оралады. Кенет есіне қоймадағы қыстан қалған бөшке бал түсті. Соны талғажау етіп қонжықтарына ем жасады. Осы кезде Берке Аюға неге өзімнің дүкенімді ашпасқа деген ой келеді. Таң ата салысымен Берке Аю апанының бір бөлігін босатты да, ішін тазалап сөрелер жасады. Өзінің кимейтін артық шапанын, былғары етігін, байпақтарын сөреге шығарды. Бірақ Берке Аюдың дүкеніне келушілер көп бола қоймады. Келушілер сөрелерге бір қарап ештеңе сатып алмай шығып кетеді. Мұның себебін түсіне алмай Берке дал болады. Сол сәтте ормандының барлық жаңалықтарының хабардар болып жүретін сауысқан саңқ етіп Беркенің қасына қона қалып: «Берке Аю, неге көңілсізсің?» деді. «Қалайша көңілді болайын, сауысқан? Дүкен ашып едім, сауда жоқ» деді көңілі түсіп отырған Берке. Аюбай саудада басты рөлді тауар атқарады. Көктем келіп күн жылығанда қалың шапан мен былғары етік кімге керек деді де ұшып кетті. Аю ойланып қалды. Шынымен де көктем келгенде қыстық киімдер кімге керек? Тауар деген не? Осылай ойланып отырғанда бір топ елік дүкенге кіріп, Берке Аюдан бал сұрайды. Берке Аю қоймасындағы қалған бал мен еліктерге сауда жасайды. «Қызық екен» деді Аю. Бұл бөшке қоймада жатқанда жай ғана тәтті бал еді. Енді дүкен ашқанда тауарға айналды. Демек, тауар дегеніміз сатып алуға немесе сатуға болатын зат. Осы кезден бастап Берке Аюдың саудасы қыза түсті. Берке Аюдың дүкенінде тек бал ғана емес, басқа да тәттілер сатыла бастады. Ал оларды Берке Аю қайдан алды? Оны келесі оқиғадан біле аламыз.